Диана Скатова жайлы жедел хабар. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видеосына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастадық. Диана Скатова өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында адам баласы ішінде дегені рас. Мен үшін тым ауыр эфир эмоциялардың көкесін сездірді. Жиіркенуден бастап аяушылыққа дейін. Не деймін, Алла басқа бермесін, түзу жолдан адаспай халқым деп жазды. Әлі сене алмай отырмын. Дәл сіздің эмоцияларыңызды бастан кешіріп отырмын. Ренжімеңіз, бұндай адамдарды өмірде кездеседі. Жүрекке жақын қабылдауға болмайды. Қатысушылар ерігіп, ішіп пісіп, өздері сценарий құйып білгендерін жасап жатыр. Соны уақыт өткізіп талқылап отырады. Диана, сіздің түк кінәңіз жоқ. Әркім өз-өзіне өзі жауап береді ғой. Неге кішкентай басыңызбен соны жерден алып жерге салып жатырсыз? Алла тағала кешірсе, біздің кешірмегеніміз не? Жағын алып тұрғаным емес. Өте ауыр эфир болды. Ертең Нұрдәулет эфирден кейін өзіне бірдеңе істеп қойса, кім жауап бермек? Сіздер торы жол көрсетулеріңіз керек. Бұл менің ойым, деп жазды Диана Скатованың оқырмандары. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.